Математика сабағы 154 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы үшбұрыштар уақыт таспасы деп аталады. Сабағымыздың мақсаты үшбұрыштарды тануды және жіктеуді үйренесің. Балалар, оқулығымыздың 89 бетін ашып, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада уақыт таспасы берілген. Адамзат баласының даму тарихы ұзаққа созылған және қызықты. Уақыт таспасында балалар 2 миллион жыл бұрынғы уақыттан бастап қазіргі заманғы уақытқа дейінгі кезеңдер бейнеленген. Яғни, уақыт мынандай кезеңдерден тұрған. 2 миллион жыл бұрын алғашқы қауымдық құрылыс, ежелгі әлем, орта ғасыр, жаңа заман, ең жаңа заман деген кезеңдерден тұрады екен. Осы уақыт таспасынан өзің өмір сүріп жатқан кезеңді тап. Енді балалар, екінші тапсырмаға қарайық. Тік сүйір доғал бұрыштардың атауын 3 бағанға бөліп жаз. Яғни балалар, мына жерде 3 бұрыш, 4 бұрыш, 6 бұрыш, 5 бұрыш және тік 4 бұрыш берілген. Осы фигуралардан біз тік бұрыштарды, сүйір бұрыштарды, доғал бұрыштарды тауып жазуымыз керек. Бұрыштарды 3 әріппен жазамыз. Мысалы, бірінші 3 бұрышқа қарайық. Бұл жерде 1 тік бұрыш, 2 сүйір бұрыш бар. Тік бұрышын АБС бұрышы дейді. Ал енді сүйір бұрыштары БАС, БСА бұрыштары. 2 бұрышы сүйір екен. Келесі 4 бұрыш берілген. 4 бұрыштың 4 бұрышы бар, оның 2 бұрышы сүйір, 2 бұрышы доғал бұрыш екен. Сүйір бұрыштары EDG, DGF. Бұл сүйір бұрыштары. Ал доғал бұрыштары DEF, EFG бұрыштары. Ал енді 6 бұрыштың барлық бұрыштары да балалар доғал бұрышқа жатады екен. Келесі 5 бұрыштың 2 бұрышы сүйір, 3 бұрышы доғалға жатады. Сүйір бұрыштары OMN және NOP бұрыштары. Ал енді тік бұрышты 4 бұрыштың барлық бұрыштары тік. Сондықтан тік бұрышқа жатады. RUT бұрышы, URS бұрышы және RST бұрышы, UTS бұрыштары. Балалар, бүгін біз 3 бұрыштың түрлерімен танысамыз. Мына кестеге қараңдар. Бұрыштарына қарап 3 бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады? Есіңде сақта. 3 бұрышты қабырғалары бойынша және бұрыштары бойынша түрлерге бөлуге болады екен. 3 бұрыштың қабырғалары бойынша қандай түрлері бар? Егер 3 бұрыштың 2 қабырғасы тең болса, оны тең бүйірлі 3 бұрыш деп атайды екен. Егер 3 бұрыштың барлық қабырғалары тең болса, оны тең қабырғалы 3 бұрыштар деп атайды екен. Ал енді 3 бұрыштың қабырғалары әртүрлі болса, оны қабырғалары әртүрлі 3 бұрыштар деп атайды екен. Ал енді 3 бұрыштың бұрыштары бойынша көрейік. Егер де 3 бұрыштың бір бұрыштары сүйір болса, оны сүйір бұрышты 3 бұрыш дейді. Егер 3 бұрыштың бір бұрышы тік болса, оны тік бұрышты 3 бұрыш дейді. Егер де 3 бұрыштың бір бұрышы доғал болса, оны доғал бұрышты 3 бұрыш деп атайды екен. Енді балалар, 4-ші тапсырмаға қарайық.
Суретті қара. Үшбұрыштарды қандай да бір белгілері бойынша топтарға бөл. Оларды басқаша қалай бөлуге болатынын анықта. Бұл жерде балалар М, К, Q, R, S, A, S, B үшбұрыштары берілген. Осы үшбұрыштарды біз түрлері бойынша мына кестеге орналастыруымыз керек. Мысалы, М үшбұрышын алайық. Оның барлық қабырғалары тең және барлық бұрыштары сүйір. Сондықтан да оны сүйір бұрышпенен тең қабырғалы үшбұрыштардың қиындысына жазамыз М деп. Келесі мысалы А-ны алайық. А үшбұрышының бір бұрышы тік, қабырғалары әртүрлі. Сондықтан да екеуін тік бұрышпенен қабырғалары әртүрлінің қиылысына А деп жазып қоямыз. Қалған үшбұрыштарды осылай кестеге орналастырып жазамыз. Енді 5-ші тапсырмаға қарайық. Берілген үшбұрыштардың қандай үшбұрышқа тең қабырғалы ма, қабырғалары әртүрлі ма, тең бүйірлі ма жататын анықтап, нөмірі бойынша топқа бөліп жазамыз. Яғни үшбұрышты қабырғалары бойынша топтарға бөлеміз. Бірінші тең қабырғалы үшбұрыштардың нөмірлерін жазасыңдар. Екінші тең бүйірлі үшбұрыштардың нөмірлерін, үшінші қабырғалары әртүрлі үшбұрыштардың нөмірлерін жазып шығамыз. Өздік жұмыс. Оқулықтың 91-92 беттеріндегі нөмір 6, нөмір 7 тапсырмаларды өз бетімізше орындаймыз. Жақсы балалар. Сабақ бойынша өз кері байланысты мынандай смайликтер арқылы көрсетсеңдер болады.